Hey достар, осы видео бастамай тұрып, мен сіздерге рахмет дейін дегенмін. Мен каналымда уже 500 подписчик. Енді 1000-ға дейін жетейік. Көбінесе подписчик маған көбірек қорқынышты анимация шығар дейді. Соны тыңдап, мен бүгін жаңадан қорқынышты анимация шығардым. Өйткені соңғы видеода 50 лайк жиналды. Ал енді көбірек видео шықсын десеңдер, онда қайтадан 50 лайк жинаңдар. Ал енді видеоға кеттік. Сендер түсінбейсіңдер, қалай Томас Ирвин осы жұмыс орнына кіргенін. Дүйсенбі күні оның бірінші жұмыс күні болған. Оның көңіл-күйі ең күшті болған, өйткені бұл жұмыста оған көп төлейді. Және де ең күшті компаниялардың арасына кіретін. Бұл жұмыстың директоры бір түрлі болған. Бірақ та сол үшін жұмыстан шығу керек па. Содан кейін Томас оны аз көреді. Томасқа жұмыс орнын көрсетті. Томас барлық күшімен жұмыс істей бастаған. Бірінші күндері Томас жұмысшыларға қарамайтын. Бір кезде ол түсінді, барлық жұмысшы бір түрлі екенін. Олар тыныш және де көп жұмыс істейтін, бір-бірімен сөйлеспейтін. Томас соған мән бермей қойды. Оның орнына жұмыс істей берген. Сондай ақшамен оған мән бермей қоюға да болады. Бір күні Томас қара дақты көрген. Оны қолмен кетірейін деді, бірақ та кетпей қойды. Оны ешкім көрмейтіндей краскілеп тастады сондай түспен. Өзінің жұмысымен риза болып үйіне кетті. Келесі күні Томаста жұмысы өте көп болған. Көз шетімен сол дақты көріп қойды. Сол дақты ол кеше түнде краскілеп тастағанын, бірақ та ол үлкейіп кеткен. Ол оны бетпен жауып краскілесе де ол кетпеді. Сол дақ үлкену бастаған. Бір кезде Томас көп жұмыстан кейін түнде қалып қалған. Сол даққа қарап қалды.